Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. İmam Abu Hanifa rahimahullah Allah'ın zati sıfatlarını бастаған еді. İmam Abu Hanifa rahimahullah айтты, Allah'ın zati sıfatları жетеу деген болатын. Соның жетіншісі, соңғысы ирада. Алла тағаланың ирада деген сипаты, яғни қалау деген сөз. İrada, яғни қалау деген сөз. Алла тағаланың ирада деген сипаты бар. Ол Алланың зәти сипаттарынан болған бір сипаты бұл. Және Алланың әрбір сипаттарында, Алланың әрбір көркем есімдерінде Алланың құдіреті, құдрат деген Алланың сипаты әрбір Алланың сипатында табылады. Былайша айтқанда, көру болсын, есту болсын, ілім болсын, қанша сипаттары бар, және қанша көркем есімдері бар, солардың әрқайсында құдрат, Алланың құдірет деген сипаты да табылады дейді кейбір ғалымдарымыз. Қайсы бір нәрсе Алла тағала оны қалаған болса, немесе оны қаламаған болса, ол бір нәрсенің болуын қалаған болса, немесе керісінше оның болмауын қалаған болса, ол сол нәрсе болады, немесе болмайды, соны ирада деп айтады. Қалаған нәрсесі болған болса, Алланың қалауы болды. Алла тағала бір нәрсенің болмауын қалады, сол нәрсе болған жоқ, ол да Алланың қалауы болды. Алланың қалауы қайсы бір нәрседен тыс емес. Қанша нәрселер бар, қанша жаратылыстар болған болса, солардың біреуінен де Алланың қалауы деген нәрсе ол тыс емес. Алла тағала кейбір ғалымдар айтты, мәшия деген бұл да қалау деген. Иншаалла, машаалла дейміз ғой, маша, шаа. Яғни ол да қалау. Бұл енді араб тілінде, бізде қазақша тек қана қалау деген сөзі ғана істетіледі. Алла қаласа, Алла қалауы деген. Ал араб тілінде ирада және мәшият деген сөз бар. Екеуі де қалау деген мағына береді. Кейбір ғалымдар айтқан, қайсы бір нәрсені болуын қалаған болса, ол нәрсе және болады міндетті түрде, соны ирада дейді. Алла тағала кейбір нәрселерді болуын қалайды, болмауын да қалайды. Яғни оған болса да болады, болмаса да ештеңе етпейді. Яғни Алла тағала мәжбүрлемейді сол нәрсенің болғанын. Онда кейбір ғалымдар оны мәшият деп айтқан. Мысалы, Алла тағала бір нәрсенің бір құлап қалғанын, немесе сынғанын, немесе тұрып тұрғанын қалайды. Немесе бір адамнан бір іс әрекеттің болуын қалайды. Енді Алла бір нәрсенің қалады ма, ол міндетті түрде болады. Оны ирада дейді, Алланың қалауы. Енді Алла тағала кейбір уақытта бір нәрсенің, мұнда тұрып тұрған нәрсенің құлап қалуы, сынып қалуы, ескіріп кетуі, немесе адамның бірдеңе деп сөйлеуі или іс қылуы, қылмауы, Алла соны қалайды. Кейбір уақытта сол Алла оның міндетті түрде болғанын қаламайды. Түсінікті ғой мәселе? Алла тағала қайсы бір нәрсенің болуын, мысал түрде дейік, Алла тағала бір нәрсенің болуын қалайды. Ол ирада, Алланың ирада деген сипаты бар. Сол Алла өзің ирада деген сипатымен, егер бір инсаннан, адамнан, пендеден, заттан, жаратылыстан бір нәрсенің істеуін, сөйлеуін, қылуын қаласа, ол нәрсе міндетті түрде болады. Не қалады Алла тағала? Істеуін бе, ол нәрсе істеледі. Құлауын ба, құлайды. Тамақ жеуін бе, тамақ жейді. Сөйлеуін бе, сөйлейді. Алла қалады, ол міндетті түрде болады. Ол Алла тағала мәжбүри түрде оны қылдыртады, бәрібір. Енді Алланың екінші бір түр ирада, енді қалау бар дейді. Ол бір адамнан бір нәрсені қылғанын қалайды, бірақ ол адамға қылмай қойса да болады. Яғни Алла тағала мәжбүрлеп талап қылмайды. Алла тағала мәжбүрлеп талап қылмайды. Жалпы Алла тағала өзінің қалаған бір заты бар болатын болса, қалаған бір нәрсе болған болса, ол міндетті түрде болады. Алла тағаланың бұл қадим, ежелден келе жатқан сипаттарынан, бұны әзәли ешкім бұны жоққа да шығармайды. Егер қайсы бір адам Алланың қалауын жоққа шығарса, немесе Алланың
қалауы болмайды деген болса, көпшілік ғұламалар айтты, ол діннен шығады деді, ол кәфір болады деді. Алланың қалауы әрбір амалда табылады. Адамның қайсы бір іс қимылы, қаули, фиали, айтқан сөзі, іс қимылы болса, бұның барлығында Алланың қалауы бар. Алланың қалауы дүниеде қайсы бір істің болуын, немесе ақыретте қайсы бір істің болуы, немесе аз нәрсе болу, немесе көп болу, жақсы болу, жаман болу, пайдалы болу, пайдасыз болу, иман, күфір, білу, білмеу, бақыттылық, бақытсыздық, артық, кемшілдік, итағат қылу, бойсыну, бойсынбау, бұның барлығында Алла тағаланың қалауы бар. Осылардың әр қайсысында да Алланың қалауы бар. Алла жаратқан жаратылыстардың қайсы бір нәрсесінде де Алланың қалауы сыз ешбір жан немесе бар жаны жоқ нәрсе жоқ. Хатта кейбір ғұламалар айтты, егер Алланың жаратқан кейбір жаратылыстарында Алланың қалауы сыз қылатын болса, яғни мынағанда Алланың қалауы керек, бұл жерде ешқандай Алланың қалауы жоқ, бұл өзі құлап қалды деген секілді бір сөздерді айтатын болса, немесе өзі сөйлеп қалды, немесе осындай өзі қылып қалды деген бір сөзді айтатын болса, кейбір ғұламалар оны күфір деген. Кейбір ғұламалар оны күфір деген. Алла өзі жаратқан жаратылыстардың қайсы бір іс қимылы, сөзі, ойы, бүкіл нәрсесінде Алланың қалауы бар. Алланың қалауы бар. Таквир сүресі 29 аят. Таквир сүресі 29 аят. Таквир сүресі. Таквир деген кураттун деген сөзден шыққан, айналу, домалақ деген. Араб тілін оқып жатқан балалар болса біледі, куратул қадам деген футбол деген сөз. Домалақ деген сөз курра, каур деп айтады. Таквир. Таквир. Алла тағала өз жаратқан мына жерді Алла тағала домалақ қылып жаратқан, және сол домалақ екендігіне Алла тағала толықтай бір сүре түсірген. Кейбір адамдар жерді тегіс деп ойлап жүр. Жердің домалақ екендігіне аят немесе хадис емес, жердің домалақ екендігіне сүре бар, сүре, толығымен бір сүре түскен. Осы таквир деген сүресі. Таквир деген сүре сол домалақ деген мағына береді. Домалақ деген. Бір аят, жердің домалақ екеніне бір аят бар бізде дәлелден, немесе бір хадис бар емес. Ол бір аят, бір хадистер денде жоға бір сүре бар. Сүре аяттан жоғары тұрады. Жердің домалағы. Сол Таквир сүресінде соңғы аяттарында Алла тағала былай деп айтады. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Сендер қайсы бір нәрселерді қалаған болсаңдар, ол нәрсе болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Сендердің қалағандарың болуы да мүмкін. Бірақ Алла тағала әлемдерді тәрбиелеуші болған Алла тағаланың қалауы сөзсіз болады. Және егер Алланың қалауы адамның қалауынан жоғары тұрады. Алла қайсы бір нәрсені қалады, инсан да бір нәрсені қалады. Енді адамның қалаған нәрсесі Алланың қалағанымен сәйкес келіп қалды, ол нәрсе болды. Енді ол айта алмайды, мен қаладым, солай болды демейді. Сенің қалауың Алланың қалауына сол кезде тұс келіп қалды. Бір адам, мысалы, бір жерге баруды қалайды. Мен бүгін кешке осындай жерге барғанды қалаймын деді. Және мен соны қаламын, сол барамын деп айтады. Алла тағала егер оның сол жерге барғанын қалаған болса, онда ол адам барады. Ол өзі қалаған үшін барып қалған жоқ. Алла оны қалаған үшін барды. Алланың қалауымен әрдайым жоғары тұрады. Ол өзінің қалауының себебінен болған жоқ, Алланың қалауымен болды. Ал енді Алла оның сол жерге баруын, солай деп сөйлеуін неге қалады? Алла тағала адамды, инсанды жаратпай тұрған кезде адамға ерік берген, ихтияр, таңдау берген. Алла тағаланың құдіреттерінен болған бір құдіреті. Алла тағала сол біз бұл дүниеге келмей тұрған кезде не нәрсені қалаймыз, соны Алла тағала білді. Біз керек болсақ, қазір жасымыз қаншаға келген болса да,
ертең нені қалаймын, түнде нені қалаймын, таңертең нені қалаймын, обедте нені қалаймын, соны білмейміз біз. Ал Алла тағала қазір, ертең, бүгін емес, біз бұл дүниеге инсан пенде жаратылмай тұрғанда 500 жыл бұрын Алла тағала әр қайсымыздың не нәрсені қалайтынымызды біліп, тағдырға сол нәрсені жазып қойды. Тәквир сүресі 29 аятта: әлемдерді тәрбиелеуші Алла тағаланың қалауы ғана болады, сендердің қалағандарың бола бермейді. Сол үшін кейбір уақытта адам өзі ойлаған нәрсе болып қалып жатқан болса, онда Алла оны қалады, сенің қалауың сол Алланың қалаған нәрсесіне сол кезде сәйкес келді. Алланың қалауы сенің қалауыңа сәйкес келді емес, Алланың қалауы бірінші тұрады, жаратылыстардың қалаулары одан кейін тұрады. Енді Алла да қалады, сен де қаладың, бірақ сенің қалауың Алланың қалауына сәйкес келіп қалды. Алланың қалауы сенің қалауыңа сәйкес келген жоқ. Бұл ғұламалардың ұстанымдары осындай. Ғұламалардың ұстанымдары осылай. Алла тағала осы қалау деген сипатпенен мәңгі ешқашан бітпестен болған осы сипатпен Алла тағала сипатталады. Бұл әзәли зәти сипаттардан болған сипат. Қайсы бір нәрсе пайда болу керек болған болса, және қайсы уақытта пайда болу керек болса, Алла тағала өзінің іліміменен сол нәрсені пайда қылдыртады. Және сол нәрсені Алла тағала пайда болуын да тағдырға жазып қойған. Алла тағала өзінің қалауын, Алла өзінің қалауының өз қалауын қылдыру, ол тағдырда жазылып тұр. Мысалы, енді жаны жоқ нәрселерге онда ол көп түсінікті болмайды. Жаны бар, мысалы, адам дейік. Сіз жасыңыз қазір 20-да, 30-да, 40-да, 50-де, 60-дасыз. Енді мысалы түрде айтайық, бір адамға Алла тағала 45 жас өмір берді. Қазір ол 40-та, 30-да, сондай жаста. Ертең ол 45 жасқа келген кезде Алла сол кезде оның өлуін қалайды емес. Алла тағала оның 45-ке келгенде өлуін қалап, сол қалауын тағдырға жазып қойды. Сол Алланың қалауының, Алланың қалағанының біз көретіндігіміз тағдыр арқылы болады. Түсінікті? Алланың қалауы деген нәрсені біз тағдыр арқылы біле аламыз. Бір нәрсе болды қазір. Бір нәрсе болды. Ол нәрсенің болатындығы қанша, біз бұл дүниеге келмей тұрғанда 500 жыл бұрын жазылып қойған. Енді біз Алла сол жерде, сол кезде қалаған, немесе 10 жыл бұрын мына жерде қазір біз бұлай отыратындығымызды білген жоқпыз. Бірақ Алла тағала бұрын бұл нәрсені қалады. Енді бұл Алла осы қалағанын қашан біліп отырмыз? Тағдырда жазып қойды, сол тағдырда нәрсе болып жатыр. Алла қалапты дейміз. Түсінікті ғой? Алла қалады. Алланың қалауын сол тағдырда Алла тағала бір нәрседен болуын, болмауын үлкен кіші деп жазып қойды. Сол нәрсе болып жатыр. Сол арқылы біз Алланың қалағандығын көзбен көре аламыз. Бір адам мысалы 60-қа келіп бұл дүниені өту керек. Бірақ біз оны білмейміз. Және ол адамның 60-қа келіп бұл дүниені өтетінін білмейміз. Және Алла тағала ол адам туралы Алла тағала не нәрселер қалағанда білмейміз. Бірақ қашан тағдыр бойынша, тағдырында соңғы күні келеді, сол кезде білеміз. Алла тағала бұл кісіге 60 жасты өмір сүруді қалапты ғой. Демек, Алланың қалауын сол тағдырдағы нәрселер болып жатыр, көріп жатырмыз, сол арқылы біз көз жеткізе аламыз. Бұл инсандар жалпы. Ал біз ғайыпқа иман келтіргенбіз. Біз осы нәрселерді, тағдырда сол нәрселердің әлі болмай жатқан алдағы, ертең бүрсігінгі нәрселерді де көрмесек те, ол нәрселер болмаса да, қазір біз иман келтіре береміз ол нәрсеге. Біз иман келтіре береміз қазірнен бастап. Ертең 10 күннен кейін не болады, 20 күннен кейін не болады. Не болса да бәрібір Алланың қалауы болады. Кеше 10 күн бойы бұрын не болып кетті, ол да Алланың қалауы болды. Біз ғайыпқа иман келтіреміз. Алланың қалауын тағдыр арқылы біз көзімізбен жеткізіп көрген болсақ та, көзімізбен көріп, көзіміз жетпеген болса да біз иман келтіргенбіз. Себебі біз басқа үмметтерден неге артықпыз? Себебі ғайыпқа иман келтіреміз.
ғайыпқа иман. Айырма осында. Басқа үмметтер, басқа қауымдардан айырма осында. Басқа қауымдар, оларда да сол өздерінің діндері, өздерінің шариғаттары, оларда да пайғамбарлар болды, оларда да үкім болды, оларда да тыйым салынған нәрсе, сауап деген бүкіл нәрсе болды. Бірақ енді басқаша әр қауымның, әр пайғамбардың өз үмметіне алып келген шариғаты бөлек болды. Бірақ негіздер біреу. Бірақ біз басқа үмметтерден абзалмыз. Не үшін? Бір нәрсеменен ғайыпқа иман келтірдік біз. Ғайыпқа. Сол үшін сол Алланың қалауын тағдыр арқылы көз жеткіземіз. Бірақ біз сол нәрсе болмай жатқан болса да, қазірден бастап иман келтіре береміз сол нәрсеге. Қазірден бастап сол нәрсеге иман келтіре береміз. Фуссилат сүресі 40-шы аят. Фуссилат сүресі 40-шы аят. Фуссилат сүресі 40-шы аятта Алла Тағала айтты: "И'малу ма ши'тум", қалағандарыңды қыла беріңдер деді. "И'малу", амал қылыңдар, ма ши'тум, қалағанын. Не қалайсың, соны қыла бер. Қалағаныңды қыл дейді. "И'малу ма ши'тум", қалағандарыңды қылыңдар, 40-шы аят. Қалағандарыңды қыл. Демек, Алла саған айтып тұр, үкім беріп тұр, бұйрық беріп тұр, сен өз қалауыңды іске асыр деп тұр. Ал біз манадан бері не айтып жатырмыз? Алланың қалауы ғана болады, Алланың қалауы ғана болады деп тұрмыз. Бірақ Фуссилат сүресі 40-шы аятта Алла Тағала "И'малу ма ши'тум", не нәрсені қалайсыңдар, қыла беріңдер деп тұр. Не нәрсені қалайсыңдар, сол нәрсені қылыңдар деп тұр. Ғалымдар екінші мәселе "И'малу ма ши'тум". Алла Тағала, осы аяттан білеміз, Алла Тағала адамнан қалаған нәрселері Алла тек өзінің қалауы ғана емес, біздің таңдауымыз арқылы Алла Тағала бізден қалап тұр деген сөз. Егер Алла Тағала біздің ешқандай таңдауымызсыз Алла Тағала бүкіл инсаннан қалайтын болса, онда кәпірлер болмайтын еді, намаз оқымайтын адамдар болмайтын еді. Алла жақсылықты қалайды ғой. Алла жақсылықты қалайды. Демек, сол Алла Тағала өзі қалағанын және өзі қалаған нәрсесін ғана болдыртатын болса, онда біз барлығымыз періштелер секілді болуымыз керек. Бірақ Фуссилат сүресі 40-шы аятта "И'малу ма ши'тум", қалағандарыңды қылыңдар деп тұр. Алла, сен өзіңнің қалауыңды, нәфсани қалауың бар, рухани қалауың бар, адами қалауың, адам жақтан тұрғылықтан болған қалауың бар, бір пенде жақтан болған қалауың бар, әртүрлі қалауың бар. Сол қалауларыңды амал қыла беріңдер, соларды іске асыра бер деп тұр. Сол нәрсені іске асыра бер деп тұр. Ахлі-сунна уәл жамаа. Ахлі-сунна уәл жамааның тарабына, муътазилиттердің тарабынан бір сұрақ келеді. Муътазилиттердің тарабынан сұрақ келеді. Муътазилиттердің ұстанымдары бойынша адамда өзінің қалауы бар дейді. Алла Тағала бүкіл нәрсені қалай бермейді. Алланың өзінің қалауы бар. Кейбір уақытта Алла қайсы бір нәрсені қалап тұрып та, сол қалауды Алла талап қылмай, инсанның қалауын алға қояды дейді муътазилиттердің ақидасы. Алла Тағала бір нәрсені қалайды, бірақ соны болдыра қоймайды бірден. Сол инсанға мүмкіншілік береді. Сол муътазилиттердің тарапынан біздің тарапқа ахлі-сунна уәл жамааға сұрақ болады. Фир'аун, Абу Джахил, Намруд, қанша мен құдаймын деп өткен адамдар, мен құдаймын, маған құлшылық қылыңдар деген шектен шыққан адамдар, бұлардан басқаларда барлығынан иман талап қылынды ғой. Бәрінен иман талап қылынды, Алла Тағала тек қарапайым адамдар ғана иман келтірсін деген жоқ. Инсан атауының бәрі иман келтіру керек. Кім инсан, кім пенде, иман келтіру керек. Құдайға сену керек. Бұл Алланың қалауы болды. Алла қалады инсан пенделерден иман келтірулерін қалады.
бірақ иман келтірмей керісінше мен құдаймын дегендер де болды. Егер алла тағала қайсы бір нәрсені қалайтын болса, сендер айтқандай әхлі сунна сендер айтып жатсыңдар, алла қайсы бір нәрсені қалады, сол нәрсе міндетті түрде болдыртады деген болсаңдар, онда Фирауын неге иман келтірмей кетті, Абу Жахил неге иман келтірмей кетті, Абу Толиб неге иман келтірмей, Намруд, қанша патшалар болды, қанша үлкен адамдар болды, бұлардың барлығы имансыз кеткендер. Алла бұларға да иманды міндеттеген, бұлардан да иман талап етті ғой, бірақ неге иман келтірген жоқ? Бұларға да амал қылу, бұларға да иман келтіру міндет еді, бірақ бұлардан ол нәрсе табылған жоқ. Демек, сендердің айтып жатқан иман, ирада, Алланың қалауы деген, Алла тағала әрбір нәрсені өзі қалай бермейді, өзі қалаған нәрсесін өзінің қалауының алдына адамның қалауын кейбір уақытта қояды дейді. Фирауынның иман келтірмегендігі ол өзінің қалауымен болды дейді. Абу Жахилдің иман келтірмеуі өзінің қалауымен болды дейді. Бұл муътазилиттердің ақидасы. Сол үшін ертең Алла тағала осылардың, бұлар муътазилиттердің ақидасы бойынша Алла тағала Фирауынды азаптамау керек, Абу Жахилді азаптамау керек, дін дұшпандарын азаптамау керек. Олар да бізде бәріміз бірге жұмаққа кіруіміз керек. Әділетсіздік қалай ол? Бірақ муътазилиттердің ақидасы осындай. Енді бізге сұрақ қойып жатыр, Фирауын, Абу Жахил, тағы осыған ұқсаған дін дұшпандары, мен құдаймын дегендер, олар иман келтірген жоқ. Бірақ Алла иман келтіруді бәріне бірдей міндеттеген еді, бірақ иман келтірген жоқ қой. Демек, Алла қалаған нәрсесін өзі атқара бермейді әрдайым дейді. Ахлі сунна уәл жамаа. Ахлі сунна уәл жамаа бұған екі түрлі жауап берген. Алланың талап қылуы, оның екі түрі бар дейді. Алла бір инсаннан, бір нәрседен бір нәрсе талап ететін болса, талап деген енді қалау деген сөз ғой. Оның екі түрі бар дейді. Біріншісі мукаллаф, міндеттелінген, енді адам дейік, міндеттелінген адамның ихтияр береді. Алла қалайды, бірақ оған таңдау береді. Алла қалайды, бірақ таңдау береді. Алла қалайды, бір адамнан бір нәрсені, сөзді қалайды, істі қалайды, бірақ Алла тағала оған таңдау береді. Кахф сүресінде Алла тағала айтты: "Фаман ша'a фалю'мин ва ман ша'a фалякфур." Кім қаласа иман келтірсін, кім қаласа күпірлік қылсын дейді. Алла талап қылған нәрсесінің барлығын мәжбүри түрде талап ете бермейді. Бұл бірінші мағынасы. Алла адамнан талап қылған нәрсесін бірінші ихтияри түрде талап етеді. Ихтияри түрде. Сен өз ойыңменен, өзіңнің қалауыңменен менің қалауыма кел дейді Алла тағала. Білесіздер, сіздің айтқаныңызды біреу мәжбүри түрде қылған жақсы ма, әлде өз көңілімен жүгіріп ықыласпен қылған жақсы ма? Орысша айтқанда через не хочу дейді ғой. Мысалы сіз ініңізге ме біреуге айттыңыз, ананы алып берші дедім. Алып бере берем ба деді, алып бер дедім саған. Бірақ сөйлеп болды, езіліп болды, алды да алдыңа келіп тарс ете салды. Сен талап еттің одан бір нәрсені, ол саған келді. Бірақ ол мәжбүри түрде болды. Енді екінші түрі бар. Әйеліңе айттың, мынаны алып берші дедің, ол жүгіріп барып сізге әкеліп берді. Қандай қуанып қаласың. Ініңе айттың, сен деді. Немесе керісінше болсын, жақсы. Енді саған қайсысы жақсы? Көңілменен бетіңе күлімсіреп алдыңа ақырын қойған ба, әлде деп тарс етіп алдыңа қойып қойған жақсы ма? Алла иман талап етті инсандардан, және сол иманға Алла тағала мәжбүрлеген жоқ ешкімді. Ихтияри түрде келуді талап етті. Яғни таңдауменен сен иманға кел. Алла тағала Құран-ы Кәрімде әмину, 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 иман келтіріңдер, иман келтіріңдер, иман келтіріңдер, ықыласпенен иман келтіріңдер. Алла иман мәселесінде мәжбүрлеген жоқ ешкімді. Алла иман мәселесінде ешкімді мәжбүрлеген жоқ. Адамға таңдау ерік берді.
екінші мағынасы Алла инсаннан, адамнан қайсы бір нәрсені талап ететін болса, ол нәрседе адамның ешқандай қалауы жоқ. Адамның ол нәрседе ешқандай қалауы жоқ, міндетті түрде Алланың қалауы болады. Демек, Алла талап қылған нәрседің барлығын мәжбүри түрде талап ете бермейді. Қайсы бір нәрселерді мәжбүри түрде талап етеді, қайсы бір нәрселерді таңдау, ерік арқылы талап етеді. Демек, иманға келу мәселесінде Алла Тағала бізден иманға келуімізді талап етті, ерікпенен талап етті. Ал одан басқа амалдар Алланың ашуын тигізетін ондай нәрселерде Алла Тағала мәжбүри түрде өзінің талап қылған нәрсесін атқарады. Алла Тағала кейбір адамдарды иманға мүмкіншілік береді, өзінің еріктігіменен, өзінің бір жақсылықпенен, орысша айтқанда по-хорошему дейді ғой, өз ерігіменен исламға кіруге, дінге кіруге, немесе намаз оқуға, немесе жақсы іс қылуға, немесе Аллаға жақындауға Алла мүмкіншілік береді. Егер сол Алла Тағала мәжбүрлемей тұрған кезде адам сол өз еріктігіменен сол нәрсені қылу керек. Егер Алла Тағала мәжбүрлемей ерік арқылы талап қылып тұрған кезде қылмайтын болсақ, Алланың екінші талабы бар, ол мәжбүри, ол міндетті түрде болады. Ал енді Алла Тағала мәжбүри түрде талап ететін болса, ол сынақ арқылы болады, немесе бір қиыншылық арқылы болады, немесе тағы басқа бір жағдайлар, оқиғалар арқылы ол нәрсе болады. Сол үшін иманға келу, енді бұл мұсылман еместерге адамдарға. Ал мұсылман адамдар, ал Құдайға сенген адамдардың ішінде жаңа намаз оқулары, жақсы амал қылулары, күнәлардан алыс болулары, бұл Алла соны талап етеді, бірақ ерікті түрде. Сол үшін адам баласы біреуді мәжбүрлей алмайды. Алла сені мәжбүрлемегеннен кейін иманды Алла инсаннан мәжбүрлеп тұрған жоқ. Адам қалай біреуден мәжбүрлейді? Аятул Курсиның ден кейінгі аят «Ла икраха фиддин» – дінде зорлық жоқ. Дінде зорлық жоқ деген аят. Осы аят біріншіден бұл кәфірлерге, мұсылман еместерге айтылып жатыр. Мысалы, кәпір адам, мүшрик адам, Құдайға сенбейтін адам, Құдай жоқ дейтін атеистерге сен оларды дінге мәжбүри түрде алып келме. Алла мәжбүри түрде иманға, Құдайға сенгенді Алла жақтырмайды. Мәжбүри түрде жоқ. Енді бұл аяттың тәфсірі негізі мұсылман еместерге айтып жатыр. Енді Алла Тағала әрбір адамды бір басшы қылып қойды, білесіздер. Сіз отбасыда басшысыз. Енді әке оған балалар да бағынады, әйел де бағынады. Енді сіз әйел менен балдарыңыздың уаджибпенен парыз амалдарына қиметті сұра аласыз. Сіз мәжбүрлеуге хақыңыз бар. Әйел менен балаңызды мәжбүрлеуге хақыңыз бар, бірақ бір мәселе. Егер сіз мәжбүрлеп оқытатын болсаңыз, мәжбүрлеп қылдыртатын болсаңыз, онда олардың қылулары шектеулі болады. Яғни сен барда қылады, сен жоқта қылады, қылмайды деген сияқты, сен сапар кетіп қалсаң, қылмай қояды, таң намазға тұрмай қояды деген секілді. Сен де олардың осындай жақсы амал қылуларын, олардың өз еріктерімен келуге сен себеп бол. Сен әйеліңе мәжбүрлеуге хақың бар. Дінде зорлық жоқ қой деп тастай салуға болмайды. Ол сен көшедегі біреуді зорлай алмайсың. Қызықтыруға болады, қорқытуға болады. Қиметі осындай азабы болады екен, қылсаң осындай жақсы пайдасы бар, жұмаққа кіресің, осындай болса Алланың ризалығы болады деген секілді. Ол иманға келу мәселесін айтқан. Сол үшін намазға, парыз амалдарға, балаңа, әйеліңе ұрсуға хақың бар. Намаз оқымай қойса, ұруға да хақың бар.
Білесіңдер, хадисте келген, балдарың 7 жасқа толғанда бұйырыңдар, 9 жасқа келгенде, 10 жасқа жеткен кезде әлі оқымамыз, ұрыңдар деген. Мәжбүрлеуге болады. Мәжбүрлеуге болады. Болады. Мәжбүрлеу керек емес, болады. Бірақ мәжбүрлегеннің артында бір кемшілік бар. Ол шын ықыласпенен қылмайды ол нәрсені. Сені мәжбүрлегеннен қылады. Алла тағала мәжбүри түрде қылғанды жақтырмайды. Сол үшін Алла тағала айтты: «Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха». Алла ешкімді мәжбүрлемейді. Қолынан келмейтін, әсіресе қолынан келмейтін нәрсені мәжбүрлемейді. Кейбір адамдар айтады: «Мен уақытым жоқ, мүмкін емес, мен осындай жерде жұмыс істеймін, вообще мүмкін емес» дейді. Немесе тағы соған ұқсас нәрселер, мысалы қажылық болсын, умра болсын, басқа болсын. Егер намаз оқу біздің арамызда кейбір адамдарға невозможно болса, өзі айтқандай, вообще невозможно, мүмкін емес, сен просто түсінбейсің мен жұмысымды деген секілді. Егер сондай нәрсе бар болатын болса, Алла намазды бәріне парыз қылмайтын еді. Кімнің вообще мүмкіншілігі жоқ болса, онда оқымай қойсын деген аят бар болатын еді. Бәріміздің қолымыздан келеді. Бәріміздің уақытымыз бар. Бәріміз қыламыз. Полный бәріміз қыламыз. Бәріміз, ешкім айта алмайды. Бәріміз тек жынды, псих болсаң айту болады. Оған енді намаз парыз емес. Псих, жынды, балиғатқа толмаған, оларға айтуға болады. Мен уақытым жоқ, енді неме ете алмаймын деген секілді. Олар айтпайды да ғой, енді жынды, псих айтпайды, кішкентай бала ол да айтпайды. Ал балиғатқа толған, ақыл есі бар адам, ол нәрсе, мұндай сөз, ондай істетілмейді ол. Егер сондай бір жұмыстар бар болса, сондай бір істер бар болатын болса, ол жерде тынбай, тоқтамай тұрып жұмыс қылу керек. Сондай жұмыстар бар. Сосын тағы жұмыстар бар. Демалып қалатын жұмыс бар. Намазына уақытына баруға болатын жұмыстар бар. Жұмыстардың түрлері көп. Енді сен келесің, жұмыс іздейсің де, намазға мүмкіншілігі жоқ. Жұмысқа барып кіріп аласың, сосын барып айтасың. Оны сен таңдап алдың ғой өзің. Алла тағала сені мәжбүрлі сол жерге апарған жоқ. Алла егер сені сол жерге мәжбүрлеп апарып қойған болса, онда Алла сенің мойнынан түсіретін. Сен өзің барып сол нәрсені сөйлестің, жалындың, пара бердің, үйттің, бүйттің, кірдің, сосын намазды уақыт жоқ деп айттың. Сен білесің басында ол жерде намазға рұқсат бермейтінін. Сол секілді не болады екен? Алла тағала өзінің қалауында әр адам өз ерігімен келгенді қалайды. Ан'ам сүресі 125 аят. Ан'ам сүресі 125 аят. فَمَا يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Алла кімге хидаятты, тура жолды қалаған болса, Алла исламға оның көкірегін, жүрегін ашып қояды. Кейбір адамдар бар, қиналмайды, кейбір адамдар қиналып жүреді. Алланың үкімін атқаруда кейбіреулер қиналып жүреді, ал кейбіреулер оңай қылып жүреді. Алла кімге тура жолды қалаған болса, Алла оған исламға көкірегін ашып қояды. Алла кімді адасуын қалаған болса, оның жүрегін, оның көкірегін тар қылып қояды. Кәәннама ясса'аду фиссама. Ол аспанға шыға алмай жатқан сияқты тырмысып атады. Ондай адамдардың жүрегін Алла Тағала, кімнің адасуын қалаған болса, Алла Тағала оған бірінші белгісі ол адамға қиынға соғады ол нәрселер. Ғұламалар айтты, Алла Тағала қалауында біз үшін хайыр бар. Алланың қалауында біз үшін хайыр бар. Кейбір Алла Тағала бір нәрсені қалады, сен қыла бер, сол Алла бізден талап еткен нәрсені қыла бер. Ол түбінде міндетті түрде хайыр бар. Ал сен қалаған нәрсенің артында хайыр да болуы мүмкін, хайыр емес те болуы мүмкін. Бақара сүресі 185 аят. Бақара сүресі 185 аятта Алла Тағала айтты: "Юридуллаху бикумул юср". Алла Тағала сендерге жеңілдікті қалайды. "Вала юриду бикумул уср". Ауыртпашылықты, қиыншылықты қаламайды. Бірақ Алла Тағала адам өзі амалымен, ісіменен, ақидасымен, сенімменен сол нәрсені тілеп алады өзі. Сол нәрсені тілеп алады кейбір уақытта. Артық сөз сөйлеп қояды, өз ойында, өзінің миында, өзінің мысалы
слишком крутой сезіп кетеді деген секілді, өзіне көп алып қояды, немесе тілінен кетеді, ойдан кетеді, жүректен кетеді. Адам өзіне сол жағдайларды, қиыншылықтарды адам өзіне тілеп алады. Тілеп алады. Бірақ ол қаламайды ол нәрсені. Бірақ тілеу болады. Тілеу тек тілмен емес, жүрекпен де тілеу болады, оймен де тілеу болады, іс-қимылмен де тілеу болады. Адам сол өзінің іс-қимылмен, тілменен, жүрегімен сол қиыншылықты, ауыртпашылықтарды өзіне тілеп алады. Алланың сүйіктісі болған пайғамбарлар Алланың үкімін атқаруда олар ешқандай қиналған жоқ. Алла тағаланың ең сүйікті болған құл пенделеріне, демек Алланың үкімін атқару қиын емес екен. Қиын емес екен. Пайғамбарлар керісінше Алланың үкімін атқару арқылы рахат тапты. Алланың үкімін, Алланың қалауын, талап қылған нәрсесін атқару арқылы олар рахат тапты. Сол үшін Алла тағала пендеден Құранда талап қылып жатқан нәрселер, бұның барлығына адамға ерік берді. Фираун, Абу Джахил, Намруд, залым патшалар, залым адамдар, мен құдаймын дегендер, Алла олардан да иман талап қылды. Бірақ Алла оларға ерік берді. Ерік берді. Сол оларға ерік берді, олар не нәрсені таңдайтын, Алла оны ертерек оны білді де, тағдырына соны жазып қойды. Бұлай емес, Алла тағала Фираун имансыз кетсін деп Алла тағала жазып қойды. Сол үшін ол имансыз кетіп қалды. Абу Джахил имансыз болсыншы деді деп тағдырға жазып қойды. Ол Абу Джахил имансыз кетіп қалды. Абу Талиб имансыз кетіп қалды деген секілді. Олай емес. Алла тағала оны имансыз кетеді деп тағдырға жазудан алдын Алла тағала Фираун, Абу Джахил тағы басқалардың имансыз бұл дүние, кәпір болып бұл дүниеден өтуін Алла тағала тағдырға жазды. Неге? Себебі сол нәрсеге олардың қалаулары, өздерінің еріктері болды. Сол үшін жазды Алла тағала. Әділеттік деген осы. Егер Алла тағала тағдырға жазып қойды, сол тағдырдағы нәрселер ғана болып жатқан болса, қиямет күні намаз оқымағандар, кәпірлер, мушриктер, Құдайға сенбегендер, сен мені солай қаладың, тағдырға жазып қойыпсың ғой, солай болды дейді олар. Сондай нәрсе болмас үшін Алла тағала бұл дүниеге сенің келмей тұрғанында, сен бұл дүниеге келмей тұрғаныңда не нәрсені таңдайсың, сол нәрсені тағдырға жазып қойды. Тек тағдыр бірінші келіп тұр, адам одан кейін келіп тұр. Мәселе осында. Тағдыр бірінші пайда болды, одан кейін біз келдік. Сол үшін тағдыр болады, артынан сен жүресің. Бұлай емес, бірінші адам артынан тағдыр жүреді. Алла бірінші тағдырды жаратты, тағдырды жазып қойды. Одан кейін адам сол тағдырға жараса жүрді. Оның тағдырға жараса жүруі де Алла оның ерігі арқылы, оның таңдауы арқылы сол неге тағдырға жазып қойды. Сол үшін қайсы бір нәрсе болып жатқан болса да, оның барлығы Алланың тарабынан деп сенуіміз парыз. Жақсылықта, жамандықта. Жамандықта Алла қаламаған болса, неге ол Алланың тарабынан деген сұрақтар болады. Алла тағала мынаған жамандық болсасыншы деп оған жамандықта жаза салған жоқ. Сол жамандыққа душар болуға ол сол нәрсені таңдады. Алла оны соны жазып қойды. Соны айтады, ол Алланың тарабынан болды деп. Ол адам қалады, Алла сол нәрсені берді. Беру Алланың тарабынан болып тұр. Беру Алланың тарабынан, қалау адамның, яғни ихтияр, таңдау адамның тарабынан болды. Адам таңдады, Алла соны берді. Адам таңдады, Алла соны берді. Жақсылық, жамандық, қайғы, қуаныш, тағы соған ұқсаған нәрселер. Алла тағала сеніміміз тура болуға нәсіп еткен болсын. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.